Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде денсаулық және сұлулық бағдарламасы. Бүгінгі біз бағдарламамызға арнайы қонаққа шақырып отырмыз Тәуіп Бауыржан Тілешев. Бауыржанның ерекшелігі Құран аяттарымен бірден ден салғанда адамға бірден белгі береді. 3 күннен артық ем жасамайды, ұзағанда 10 күн, кейде бірден 40 жыл ара ішкен адам бірден арағын қойып, таңғажайып, небір таңғажайыптары бар. Енді оның өзі аузынан естейік, емдеу тәсілі. Енді өзім сөздің басында айта кететінім, өзім намаз оқып жүрген соң, кішкене діннен азды көпті білім болған соң, емдеу тәсілімде шариғи шеңберден алшақтап кетпеу керек деп ойлаймын. Емдеу тәсілім бір стакандай таза суға Құран оқып демсап беремін. Құранның ішінде арнайы сүрелер бар. Тіл, көз, сиқыр, дуа, дұшпандардың дұшпандығынан қорғайтын, солардан аман болсын, денсаулығы жақсы болсын, істеген жұмыстары ырысты нәсібелі болсын, жолы ашық болып, отбасында ынтымақ, бірлік, берекет болсын деп Құран оқып демсап беремін. Сол Құран оқылған суды ішеді, емдеу тәсілім осы. Ал енді сол енді бұл Құранның таңғажайыбы ғой. Сол бір кеше суға Құран аятын оқып бердіңіз, бірден адам жазылып кетті. Қанша сол еңбек еттіңіз осы салада, қаншама аурулар алдыңыздан өтті? Әсіресе қандай аурулар жылдам жазылды? Енді жалпы 23 жастан бастап бүгінгі күні 24 жыл осы жұмыспен айланысам. Енді емнің бір белгілі біреуіне тоқталғым келіп отырған жоқ, өйткені Құран ол белгілі бір ауруға ғана деп айтылмайды. Құран оқыған соң ол адамның тұла бойы түгел барлығына ем, шипа. Оған қоса тіл, көз, сиқыр, дуа бар, қазіргі көп кездесетін. Құран бір сөзбен айтқанда шын жүректен егер адам келіп Құран оқытып дем сағызып, бір Алладан ешқандай ширк келтірмей сұрайтын болса, Алла сәтін сап шипасын беретін болса, бүкіл ауруға шипа деп есептеймін. Өте жақсы. Енді өзінің арғы бабаларында осы Құранмен емдеген адамдар болды ма? Қалай пайда болды бұл таңғажайып дүние? Енді оны ешқай апаларымнан сұрасам, ондай өте аса бола қойған жоқ деп ойлаймын. Білмеймін, арғатылар болмаса, мұнда беріректе ондай болған емес. Жақсы. Енді жаңағы тіл көз деп айтсың ғой. Тіл көз деген екенін қайдан білесің? Қандай белгісі бар олар? Көбінде қазір енді сол сұрағыңыз өте орынды, жақсы сұрақ. Сол тіл көзге жеке тоқталғым келеді. Қазір көбінде тіл көз үлкен болсын, кіші болсын, барлық адамға тиеді. Көбінде енді кішірек балаларға тиеді. Сондықтан елдер айырмашылығын білу үшін жеке белгілерін айтып кеткім келіп отыр. Тіл көз тиген балаға ең бірінші оның белгісі қызуы көтеріледі. Екінші белгісі ішкен жеген құсады. Емшектегі бала болсын, үлкен кіші болсын, ішсе де, шай ішсе де, су ішсе де, ол құсады. Бұл тіл көз тигеннің екінші белгісі. Үшінші белгісі аш кетіс деп айтылады. Аш кетіс дегенде іш өтеді баланың. Іш өткенде өте табиғи иісінен ерекше сасып болады. Бірден үлкен кісілер содан біледі, аш кірген ғой деп. Төртінші белгісі өкпесінен дем алғанда қырылдап тұрады өкпесі. Бұл төртінші белгісі. Бесінші белгісі тіл көз тиген баланың көзінің жанары кетіп, көзі кіртиіп ішіне кіріп кетеді. Бұл 5 белгі тіл көз тигеннің белгілерінен болады. Бұл тек балаларда ма, үлкен кісілерде де болады ма? Үлкендерде де болады, бірақ та көбінде қазір кішкентай балаларға мейірленіп, бір балаға деген махаббаты көбірек болған себебінен көбінде жиі кездесетін балаларда болады. Өте жақсы. Ал енді бұл тіл көздің белгілері. Ал енді адамға келіп жатады ғой, қарғыс тиіпті, сиқыр тиіпті, дуа жасапты дегендей, теріс оқулар болыпты, қызғаныш болыпты деп айтып жатады. Осыған қаншалықты өзің көз қарасың? Қандай белгілері бар? Бұл да өте әдемі сұрақ, өйткені қазіргі заманда өте көп кездеседі. Әйтеуір қайсысын естісең де оқып қойыпты, дуалап қойыпты деген өте кең таралған әңгіме ғой. Енді оның да белгісін сұрадыңыз, айта кетейін. Адам сиқыр дуа істелген болса, белгілі бір адамда, оның да бірнеше белгісі болады. Ол адамның бірінші адамның жүрегінде үрей, қорқыныш пайда болады. Бір болар болмас бір заттардан қорқыныш, үрей болып тұрады. Ол сиқыр дуа бар екенін бірінші белгісі. Екінші белгісі ұйқысы бұзылады. Ол адамның жөнінде ұйықтай алмайды. Ұйықтағанның өзінде ылғи бір қалаймақан жаман түстер көреді. Көбінде өлген адамдарды көреді. Бұл сиқыр дуа бар екенін екінші белгісі. Үшінші белгісі, бұрын адам жұмсақ мінезді адам болған болса, адамның мінезі өзгереді. Адам ашушаң болып кетеді, сөз көтере алмай кетеді. Бұл сиқыр дуаның үшінші белгісі. Төртінші белгісі, бұрын адам көпшіл адам болса, туған туыс ағайындары жиналған жерге барғысы келіп, араласқысы келіп, қолынан келгенше көмегін жасағысы келіп тұратын адам болса, адам тұйықталады. Онда көпшіл жиналған жерге барғысы келмейді, ешкімді көргісі келмейді, бара-бара үйден шыққысы келмей қалады. Бұл сиқыр дуаның белгілерінен.
Енді ары қарай тағы да сөзімді жалғастырып кетейін. Одан енді тағы да бір сұрақтың сеті шығып жатады, одан құтылу жолы деп. Сиқыр дуа деген ол атында тұрған нәрсе, оқумен болатын дүние. Қазақта мақал бар, уды у қайтарады деген. Оқуды тек оқумен ғана, Құранмен ғана қайтарады. Құранның ішінде арнайы тіл, көз, сиқыр дуаның бетін қайтаратын, дұшпандардың дұшпандығына қайтаратын сүрелер оқылады. Сол Құран аяттары сүрелермен оқумен ғана қайтады. Өте жақсы. Енді қарап отырсаңыз, сіз оқитын Құран аяттарын кез келген адам да оқи алады. Бірақ ол адамдардікі дәл сіздікіндей қолма-қол нәтиже беріп жатпайды. Ал сіздікі нәтиже беріп кетуінің қандай құпиясы бар? Өте жақсы сұрақ. Өткенде бір енді айта кетейін, өткенде бір үйге бірнеше адам келіп, кезек болып қалды. Қарасам, өңкей жаңағы намазхан, діни жолда жүрген адамдар келді. Ішіне бір ақсақалдың сөзі әлі есімнен кетпейді. Келіп, бала шағам бәрі оқиды деді. Бірнеше балам бар, олар қари деді. Сен сұрақ қойды деді. Әке, ол енді өзіңіз де намаз оқисыз. Ол енді сол Құранды өзіңіз де оқысаңыз болмайды деп сұрақ қойды дейді. Сонда үлкен кісінің өзінің аузымен айтқан екен, оның аузы бөлек қой деп айттым дейді. Сол сияқты айтайын деп отқаным, белгілі бір адамға Алла тарапынан қасиет берілген болса, сонымен ол адамның мүмкіндігінше Құран оқып діни жолмен емдейтін болсаң, намазы, оразасы түгел болса, шариғи шеңберден шықпайтын болса, бір ғана Ықылас сүресіне бір ұрттам қара суға дем сап беретін болса, Алла сәтін салатын болса, содан шипа болып кетеді. Мәселе емшілік қасиет берілген болуында. Ал енді осыған дәлел, мен енді өз басым көргенім, жаңа бір орыс ер адамның орта жасқа келіп қалған, 40 жыл арақ ішіпті. Сол адам сізден 3 күнде ме, 1 күнде ме бірден жазылып кеткенін естіп, содан бір кезде сұхбат алғанбыз. Сол сияқты маскүнемдердің легі сізде таусылмайды еш уақытта. Олардан жиіркенбейсіз бе? Қаншалықты сол нәтиже болып жатыр, қанша маскүнемді қоғамға қайтадан қалпына келтіріп қостыңыз? Жақсы, ол да қазіргі заманның бір дертіне айланған не бәле ғой енді ол арақ деген. Қаншама отбасының берекесін кетіріп жатқан, шаңырақта шайқалып отбасын ажырасып жатқан. Сондықтан оған енді бір ғана не айта кетейін. Көп адамдар осындай сұрақ қояды. Мен өзі келмейді, суретін әкелсем, немесе өзі келмейді, телефонын емдей саласың ба деп. Енді оны бір сөз айтқан оның бәрі өтірік. Ол енді бәленбайшылығы болу. Дерт 20 жыл, 30 жыл жаңа келген кісі 40 жыл арақ ішкен. 40 жыл бойы ішкен адамдарды ол суретіне сөпте ешкім қойдырмайды ғой. Ол үшін адамның өзінің көкейінде қоямын деген ниеті болса, келген адам, я Алла деп, осы Құранда харам болған арақтан құтылсам екен, қойсам екен деп келген ниеті болса, сол ниетіне қарай Алла шипасын береді. Осы жерде бір хадисті толықтырып айтқым келіп отыр. Жаратушы Алла айтқан, егер пендем ешқандай серік қоспай, шын жүректен менен сұрайтын болса, алақанын бос қайтаруға ұяламын, сұрағанын берем деген. Өте жақсы. Енді мынау жыл, биылғы өтіп бара жатқан жыл сізге қаншалықты мынау халықтың денсаулығын қалпына келтіруге маңызды болды? Қандай ауруларды сіз сәтті емдеп шықтыңыз биылғы жылы? Жыл аяқталайын деп отыр. Осы биылғы бағдарламаның соңғы нүктесін сіздер қойып отырсыздар. Енді оған жаңа алдына жауап беріп кеттім, соған қайталап жауап берейін. Мысалы, бұл белгілі бір ауруға берілетін зат емес, бір шөп, бір тұнба, дәрі емес, Құран. Құран болғысың, Құран аятымен сөзімді аяқтағым келіп отыр. Құранда мынандай аят бар. Біз деп сөйлейді жаратушы Алла, оны білесіздер. Біз Құраннан сендерге рахмет және шипа түсіріп деген. Құран оқып дем салып келген адам өзінің амандығын шын жүректен бір Алладан сұрайтын болса, Алла сәтін сап шифасын беретін болса, жазылмайтын ауру жоқ деп сенемін. Ал енді сіз мысалы арнайы ауруды анықтап диагноз қоймайсыз, жаңағыдай белгілеріне қарап бірден оқи бересіз ғой? Құран оқып дем сап беремін. Көріп келдік, енді Құранда харам болса ондаймен айланыспаймын, тек Құран оқып келген адамның үшін дұға жасап Алладан шипасын тілеп дем сап беремін. Жақсы. Енді көріп отырған көрермендерімізге қандай тілек айтар едіңіз? Енді бүгінгі күні көріп отырған көрермендеріміз, әр адамның енді отбасы кішігірім мемлекет деп айтамыз. Әр адамның көрермендерінің отбасында берекет болсын, бала шағалары тіл, көз, сиқыр дуадан аман болсын, жолдары ашық болсын. Отбасында енді қашанда тек жақсылық болуын Алла нәсіп етсін. Неге әмин дейміз. Неге құрметті көрермендер, біздің бағдарламамызға келіп отырған дүлдүл емші, Құранды жаңа аяттары бойына қонған ерекше адам, және де адамзатты ешбір алдамайтын, ерекше көп оған ақы сұрамайтын, бергенін алып қанағат тұтып отыратын, және жасаған емі шипалы
табып, Бауыржан, біздің Бауыржан мырзаға сәттілік тілейміз. Сізге де келер жылы да үлкен табыстарға жетіп, осылай халықтың игілігіне, халықтың денсаулығын қалпына келтіруге өз үлесіңізді қоса беріңіз деп демекшіміз. Көрермендерімізге денсаулық тілейміз. Рахмет.